Сәлем достар барлықтарыңа. Бүгін сіздермен біз фигманы үйрететін боламыз. Бүгінгі фигмада сіздер бірінші кіріп, өздеріңіз пост жасасаңыздар болады. Бүгінгі күннің тапсырмасына осы болады, және осыны қазір сіздермен бірге үйренеміз. Басында маған осы фигма өте қиын болған. Түк түсінбей жүрдім, өйткені мен өзім канвамен жасап жүргеннен кейін бұл нәрсе 2 жыл алдын маған түсініксіз болған. Қазір маған барлығы оңай. Ең жақсы осы дизайндағы ең жақсы көретін осы фигма. Барлық адам тез үйреніп кете алады. Әрине адоптармен салыстыру келмейді. Қараңыздар, бұл фигма деген приложение. Өздеріңіз бірінші скачать етіп алған шығарсыздар. Бұл кәдімгі канва сияқты скачать етіледі. Бұның бір керемет, бір қиындығы жоқ. Өте жеңіл. Мында мысалы менің кейбір проекттерім болды. Мында қараңыздар. Фигмадан презентация, неше түрлі, мысалы, когда мен SMM болған кезде осындай жұмыстар жасалынған, да барлығы көрініп тұрған шығар. Өзімнің жеке жұмыстарым да бар деген сияқты. Вот өзімнің мұнда тұрған аккаунтым тұр, көріп тұрған шығарсыздар. Әсем Айтайжан деп өздеріңіздің бір Google аккаунттарыңызбен кіріп алсаңыздар жақсы болады. Apple'дың қосымшасы арқылы, бірақ үнемі сол пароліңізді жаттап жүрсеңіз, сіз кез келген бір кісінің компьютерін алып қолдана аласыз бұл нәрсемен, немесе интернетке фигма деп жазып кіріп, интернеттің ішінде де пайдалануға болады, бірақ бұл сізге кішкене ыңғайсыз болуы мүмкін. Енді қараңыздар, мұнда менің жұмыс үстелім. Мұнда пейдждер деген болады. Мұнда қараңыздар, жанында осылай плюсикті басып, бірнеше беттерді ұйымдастыра аласыз. Мысалы, мен осыны таңдадым. Мұнда менің кейбір посттарым тұр. Және кейбір жасаған мұнда проекттерде бар екен арасында. Вот. Бұл жақ, яғни фигманың бір жақсысы, бұл интернет бар кезде, яғни бүкіл нәрсені сохранить етіп алады. Мысалы, сіз мына жаққа бір фото қойдыңыз ба, ол өшпей тұра береді, пока сіз өшірмегенше. Және де одан кейін фотоларда тұратыны, мен мысалы өшірген жоқпын деген сияқты. Бір қызығы, мысалы, сіз бір проектті тапсырып кетуіңіз мүмкін да, бір жерге дизайнер болып кіріп, сол кезде полный доступты берсеңіздер болады, чтобы ол кісілер сізден сұрай бермес үшін, мысалы, посттарда да, алдыңғы уақыттарда. Бір жаманы, мысалы, сіз біреуге, мысалы, share деген кнопкамыз тұр. Бір кісілерге сіз бере аласыз, мысалы, can edit деп жазып қоясыз. Қандай адамға разрешение бересіз, көруге разрешение бересіз ба, либо жаңағы жөндеуге разрешение бересіз ба, оны да бақылау керек. Жөндеуге разрешение ешқашан бермейсіздер, только көруге деп қоясыздар. Мұнда менде барлығы ағылшынша. Ал адамға берген кезде мұқият болыңыздар, ол адам біреуін өшіріп алса, болды, вообще қалпына келтіре алмайсың, өйткені көбісі біле бермейді деген сияқты. Одан кейін бір жақсысы бізде тез кнопкалар деген болады, любой ноутбукта. Менікі Windows болған кейін білмейді екенмін, қандай кнопкалармен жасауға болатын, яғни істі жеңілдететін бірнеше сондай кнопкалар болады. Вот сондай нәрселері бар бұл фигманың. Сондықтан біреуге бір нәрсені берген кезде мұқият болыңыздар, кім көрінгенге бере бермеңіздер, оқып алыңыздар, қалай мысалы адамдарға доступ беріп жатқан кезде. Келесі қараңыздар, бүгін мен өзіме пост жасағым келіп тұр, соған байланысты мен осындай фрейм құрап алдым. Қараңыздар, бізде мұнда неше түрлі инструменттер тұр. Мынау 4 сетка фрейм деп аталады. Мұнда бізде неше түрлі жаңағы бұрыштар деген бар. Одан кейін мұнда осындай сурет салатын заттар бар, және осындай текст бар. Тағында мына жақта сондай эффекттер бар, мысалы glow, тағы не, мысалы артына мысалы тень түсіп тұратын shadow maker дегенді қолданам. Аттак қатты көп нәрселерді қолдана бермеймін. Және сіздерде мұнда layers деген жерінде, яғни slide деген нәрсе бар. Мысалы сурет ненің артынан не кейін келіп тұрғанның барлығы осы жерден сіз көре аласыз. Және бір қызығы, мысалы біз сондай фрейм қолдандық, біз атын жазып қоямыз. Мен жазып қоям пост кітап деп қазір. Дұрыс, я. Одан кейін бұл қайтсам фигмаға, мысалы сурет бір нәрсені жүктеу үшін сіз бір нәрсені жүктеу қатты қажет емес, просто копировать, ставить етіп қоя салыңыз. Қазір мысалы менде мұнда суреттер тұр. Мен өзім телефонымнан бәрін қойып қойдым. Енді осы суреттерді біз фигмаға салатын боламыз. Фигмаға кіреміз, просто ставить дегенді басамыз. Ол осы бізде фрейм. Қараңыздар, фреймнің размері 1080-де 1340 деп алдық. Просто мына тұрған сеточканы былай қойасыз да. 1080-де мысалы
80-де 1340 деп жазсаңыз да болады. Либо мен сияқты былай бүйтсеңіз, осыны аласыз да, копировать етесіз да, мында вставить етесіз. Копировать, ставить дейсің. Примерно бір 5 штук жасайын, осы маған керек болғанша, маған постқа. Қазір енді Instagram форматы өзгерді, 1080-де 1340. Және мысалы бізде әртүрлі размерлер бар. Мысалы біз сторисқа наоборот 1920. Бұл онда YouTube формат болады. Мына жаққа қоямыз, 1080-де 1920 дейміз точно. Мен кішкене уже ұмытып қалдым, потому что мен бұрынғыдай уже қатты олай істей бермеймін. Не істесем де болады. Оған өте щепетильный жұмыс, негізі достар. Бұл жалпы фигма деген нәрсе, дизайн деген нәрсе. Өте сен каждый бұрышын қарайсың. Сен мысалы бір нәрсе істедің, боядың мысалы нәрсе. Сонан жан-жақтарын бәрін қарау керексің. Өйткені мысалы печатный бір нәрсе жасайтын болсаң, позорный болып көрініп тұрады негізі. Қазір саған көрінбеуі мүмкін, көзге ештеңе. Когда сен уже клиентке бересің, клиент оны ашады, қарайды. Сол кезде бүкіл сенің позорың бетіңе шашылып тұрады. Сол үшін әрбір бұрышын абайлау керек. Вот, мына YouTube формат, мына Stories формат, мына бізде пост формат. Сол сияқты любой мысалы бір нәрсенің размерін білмейсіз ба, интернеттен аласыз да, просто мына шетке жазасыз, мысалы, не деп жазсақ болады. Обложка размер деп жазайықшы. Сол кезде мысалы сіздерде пиксельмен шығады. Пиксельмен есептейсіз, мысалы 851-де 315. Осыны көрдіңіз ба? Мына высота ширинасын осы жерден істеп жасай саласыздар. Бұл өте қиын емес. Осы бір текст, мен бұны аққа бояп аламын. Мысалы менде мында темный режим жазылып тұр. Сіздер күндізгіні қойсаңыздар болады, әркім өзі біледі. Просто көзге осындай ыңғайлы. Фигмада отырғанда бір 4 сағат кемі отырасың ғой. Қазір үйлену ақымақтық дейді. Мен мысалы осы сөзді басына қойып қоямын. Мысалы просто мен скопировать и вставить қойып жатырмын. Дымда қиын жоқ. Сіздер мысалы күшті аккаунттардың нелерін көресіздер ғой. Вот содан байқауға болады. Мысалы пост кітап деген бізде бірнеше болып тұр. Соған номер қойып тастайық, давайте. Маған 1 дейік. Оны барлығы ноутбукта қос бір папка ашып қоясыз да, соған бірден барлығын сақтайсыз. Сол кезде шатаспау керек. Каждый нәрсенің өзінің атауы болу керек мұнда. Одан кейін мысалы сіз клиентке даже дайын болған нәрсені жібересіз қой, сол кезде оған кісіге ұнамауы мүмкін. Всегда старайтесь осы вставить, копировать деген нәрсені қолдану керек адам. Қолданасыз да дублировать етіп бірнеше айтып жасап қойсыз. Адамдар болады, когда мысалы правканы беріп алып, ең соңында сенікі дұрыс екен, мына онша емес болып қалды деп сіздің нәрсеңізге қайтадан келеді. Сол себепті всегда дублировать етіп тұрамыз. Әр нәрсені, мынау фигма сол үшін жасалған нәрсе. Өте ыңғайлы. Мысалы мына жақта сөз тұр. Енді қараңыздар, сөз мына жақта тұр, иә. Но почему-то бұл көрінбейді. Неге көрінбейді? Потому что ол мынаның ішінде тұрған жоқ. Жоқ, ішінде тұр дейді. Неге көрінбейді? Мына біздің неміз, фреймізді бір аққа боя тұрайықшы. Что-то боялмайды. Что неге боялмайды? Біздің уже суреттеріміз дайын болып қалды деп ойдамын. Бәріміз скачать етейік. Мысалы, осы жерден тұрамын да мен показать файлы деймін да. Так, негізі любой сурет негізі қараған кезде қатты былай қараңыздар, потому что дизайнердің жұмысы осы да. Оның жұмысы қайтсам болады өте ұқыптылықта. Бүкіл нәрсені қарау керек, ол көріп тұру керек, ол көз болу керек, как ше. Менің бір суретіні соңына қойып қойын. Соңына тез. Текстке байланысты, яғни шрифттар, негізі фигманың ішінде шрифттар бар.
Фигманың ішінде шрифттар өте көп, но қазақша жоқ. Қазақша шрифттарды қақтан тауып аламыз. Мұнда мысалы қазақша шрифт деп іздейміз. Так, қазақша шрифт деп іздейміз. Шрифттардың еще форматы бөлек болады. TTF деген бар. Так, сондай, чтобы оны мысалы ноутбукқа скачать еткенде бірден сізде тұратындай форматтар тұратындай TTF деген. Осы формат мысалы бір форматты алайыншы мен. Samsung деген менде бар. Қазір Роза Марина дейді. Давайте осыны алайын мен. Мына шрифт бізде келді. Осы шрифт тұрады. Бұны басамыз. Осылай шығады. Менде MacBook енді сіздерде қалай шығатынын білмейді. Установить дейміз. Уже бұл автоматты түрде установка жасалынады. Шрифттің аты Роза Марина KZ. Так, енді неден іздейміз? Осы шрифтті. KZ деп жазсақ шығу керек негізі. Потому что уже міне жаңадан шықты, new деп тұр, көрдіңіздер ма? Вот осы шрифтті қойайық. Маған ұнапты мына шрифт. Әшейін просто так өзім рандомно іздей салып, мен дайындалған жоқпын, шыны керек ше. Вот. Қараңыздар, қазір Елена ақымақты. Атына осылай қойып қойғым білмеймін, постын если что шарсам көріңіздер. Мен инстаграмда подписаться етсеңіздер болады. Негізі қызық нәрселер айтып тұрамын. Көп нәрселер, либо вакансия шығару мүмкін, дизайнер керек болып қалады, маған то модель, то басқа керек болып тұрады. Так что мен инстаграмда даже вакансия тауып алсаңыздар да болады. Вот қараңыздар, маған қатты ұнап тұр мына шрифт. Осылай қойып аласыздар. Ешқандай дым қиындығы жоқ. И потом мына қарайсыздар, мынада Мәри деп тұр да, бірінші пост бізде. Мына Мәри деген текст бізде мысалы ішіне лайердің ішіне былай сыртқа шығып кетсе көрмей қалады. Немесе кейде болады да, мысалы мына текст кейде осы жерде тұрады. Мысалы мынаны скачать ету үшін сіз мынаны басасыз. Осы фреймді. Мына жерде экспорт деген бар. Экспорттан алдын мына жерде превью, көру деген нәрсе бар. Вот шығып тұр. Кейде осы сөз шықпай, мына лайер, яғни слайден басқа бір посттың астына келіп, мына жақта да көрінуі мүмкін бұл нәрсе. Бірақ мына жақта көрінбеуі мүмкін. Сол себепті дизайнерде, мысалы Adobe қандай приложениеде болсын, скачать еткенде түрі басқаша шығады, ал сізде ол басқаша көрініп тұрады. Сол себепті ішіндегі бүкіл нәрселерді іздеп қарап шығу керек. Конечно, мен сіздерге бұл сабақты түсіндіріп жатырмын десе де, сіздер өздеріңіз мысалы приложениеге кіріп, шұғыланып, қарап, қандай кнопка бар, мүмкін менен де күшті нәрсе тауып алуыңыз мүмкін. Қараңыздар, іздеңіздер, көріңіздер, туториалдар бар TikTokта, мысалы Figma'да, мысалы Figma туториал десеңіз бүкіл нәрсе шығады, мысалы сіз қалай тесе жұмыс істеу керектігі деген сияқты. Вот тіпті мысалы сіз мынаны примерно байқамай өшіріп алдыңыз дейді. Мысалы өшірейік. Бұны қайтадан орнына қалай келтіреміз? Мысалы менде Command Z деген нәрсе бар, MacBook'та осылай келеді. Енді Windows'тарда білмейді, осы нәрсені үйреніп қарап көріңіздер. Ізденуді тоже үйреніңіздер. Вот осылай жазам. Енді қараңыздар, мысалы мен келесі нәрсені бір фигураның ішіне кіргізіп жазғым келеді да. Мына бір суреттің ішіне. Мынаны бүйтіп әкелсек те болады. Вот осыны әкелдік па, мына Мәри 3 дегенде уже мына іште 4 пайда болды. Осы мысалы любой затты мысалы бір фреймге сыйғызасыз ба, қараңыз слайден ол бар ма, көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма. Если ол көрінбей қалса, осы ішіне кірмесе слайдын, онда экспорттағанда сіз 100 рет қиналасыз, кейін ойлайсыз, неге бұл көрінбейді, мына жақта көрініп тұр, мына жақта неге мен экспорт еткен, конечно көрінбейді, если сіз слайды оны салмасаңыз. Мен примерно мынаны мына жақтан мысалы қазіргі жағдай қарып 80 қауым деген абзацты алып, мына жаққа мен текстімен қойайын. Ұзын болып тұр, бұны бөлуге де болады, басқа қылуға болады. Енді жарайды, бұл текст түсінікті. Енді мен сізге төртбұрыштарды үйретейін. Төртбұрыштарды біз астын мысалы круглить етуге болады. Одан кейін мына жақтағы, кажется, мен сіздермен бүкілін таныстырған жоқпын. Мына жақта ортаға қоюға болады. Одан кейін шетке қоюға болады, жанына қоюға болады, ортасына қоюға болады, прям ортасына, мына астыңғы шеті, короче, бүкіл нәрсесі бар. Мына жақта градустар бар, 190 градус дейді. Мына жақта
позициялар бар, мына x y деген түсінікті деп ойлаймын. Мына жақта rotation деген бар, яғни мынаның круглый, яғни бұрыштан деппін ғой. Ойбай, қалай тұру нәрсесін шығарасын. Ал бұрышын сіз мына жанынан шығарасыз, көрініп тұр, бүкіл нәрсе түсінікті. Ешқандай бір қиналып, бір диплом алатын жұмыс емес бұл. Оңай жұмыс. Сіз мына жақтан потом қайтсам болады. Мұнда бізде эффект деген бар, shadow деген бар. Міне shadow уже шығып тұр. Shadow'ды мысалы сіз көбейтсеңіз болады. Примерно бір, давайте 60 деп көрейік. 60-та қалай көрінеді екен? Вот қап-қара болып көрініп тұр. Иә? Немесе shadow'дың орнына да көрініп тұрады қазір. Effects'ында басқан кезде shadow деген бар, blur деген бар, кішкене бұлдырлап тұрады. Noise деген бар, шумный осындай болып тұрады. Текстура деген бар, жанында кішкене әртүрлі болып тұрады, қараңыздар. Ішінен мынау көлеңке болады деген сияқты. Бұндай нәрсе өте көп. Басқа проекттерде негізі жеп-жеңіл барлығын жасап бұлай кете бересің. Обаңа домалақты солай жасасаңыз да болады, әртүрлі болады. Немесе мынандай қызық бар. Қазір давайте осы круглый болып тұр, осыған біз сурет сыйғыз көрейік, бір сурет, иә. Мына жақта любой суретімді алсайын. Қараңыздар, мысалы мен осы суретімді алдым. Мен осы суретті қайтсам болады, осы ненің ішіне салғым келеді. Мынаның ішіне. Мен бұны қалай салам? Бұл өзі круглый болып жасалынды, мысалы 90 дейік. Уже өзі круглый болып тұр. Қараңыз, круглый шеттері. Бірақ мен оны мынаның ішіне салғым келіп тұр. Жарты фото болсын, давайте көрейік. Мысалы, мына екі шетіне қырқып тастайық та осылай салынсын. Қараңыз, мына екеуін дублировать етеміз. Төртбұрышты и суретті дублировать етеміз. Мына жанынан қараймыз да. Қазіргі жастар деген артыққа тастап жүректі. Мынаны біріктіріп, мына жақта не қыламыз? Группа жасаймыз. Группа жасадық та. Енді осыларды бүйтеміз. Қараңыз, мына жақта мына көріп тұрсыз ғой, subtract, intersect, exclude дегендер бар. Exclude деген бассаң осындай болады. Күшті, иә? Кәдімгі андай коробка жасап қойсаң болады. Негізі өте қызық идея. Давайте енді кәдімгі бір сурет шығып тұр. Қарап тұрсаңыздар. Тема, иә? Уже бірігіп кетті. Вот осындай нәрсе жасасаңыздар да болады. Мына еще бөлінді. Көрдіңіздер ма? Бөлініп тұр, артындағы не? Ол бірге группа болып тұр. Осындай қылып жасасаңыз да болады. Күшті, иә? Мына жақтан даже пазл құрастырсақ та болады. Былай чук етіп. Вот осындай күшті нәрселер бар. Так что бұның барлығын сіз просто так осылай жасай бере аласыз. Мен сізге просто бір мысалын көрсеттім. Фигма сабағын білмеймін, қалай жалғастыруға болады. Өте оңай нәрсе да, мен үшін өте оңай нәрсе. Просто саласыздар, туториал қарайсыздар, білім үйренесіздер. Просто мен ешқандай бір себеп көріп тұрған жоқпын, бір ай қатты қалай курс беріп оқытуға болады деген сияқты. Может оқытуға болады, әр нәрсені оған да үлкен энергия керек, вот осындай. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, давайте сау болыңыздар. Ары қарай мен может клиент туралы айтатын шығармын. Вот осындай. Негізі насмотренностьті арттыру керек. Насмотренность всегда, мысалы, насмотренность қай жақтан арттырасыз? Дрибл дегенді ашайық, мысалы да. Адамдар не бір күшті нәрселер шығарады. Мен прям таң қалам, мысалы, қандай сүйкімді иллюстраторлар бар. Бұның ішінде де. Одан кейін Behance-ға мысалы кірейікші, мен сіздерге қазір бір кісілердің дүниелерін көрсетейінші сабақта. Мысалы, мұнда қараңыздар, неше түрлі проекттер, адамдар міне мұқаба жасаған осындай. Там, білмеймін, иллюстраторлар отырады, мысалы, мынада сурет қойып қояды, біреулер портфолиясын қойып осылай күшті. Мысалы, так, қараңыздар, адамдар осындай көшеге, мысалы, остановкалар болады ғой, соған осындай плакаттар жасап қойған. Мысалы, да, мына бренд, мысалы, бренд уже как брендбук сияқты жасаған. Бұл қандай бренд, мынандай экологика, natural деп тұр. Суреттер қойып қойған, иә, уже мудборд жасап қойған, түстерді қойып қойған, бұл не, және мына шрифттар қойып қойған. Қараңыздар, адамдар қалай упаковать етеді. Осы туралы, может, мен бір сабақ айтып өтем. Тоже упаковка жайлы. Қараңыз, осындай визитный карточка жасаған, мысалы, бір проектнан
осындай бір проектті портфолиосына емес, осылай өйстіп кейс қылып салып қойған. Осылай жасайды. Бұл нәрсе қалай, пакеті қандай болады, түрлі там мына іште наклейкалар қалай болады, тағы қандай, мысалы коробкасы қандай болады, түрі қандай болады, алған кезде осы клиентқа өйстіп жіберу керек. Мына білмеймін, мына нәрсе үшін өте көп ақша төлейді деп ойлаймын, потому что мынандай әдемі қылып, өте сауатты қылып жасап берген. Қараңыздар, қандай керемет. Прям көрсең көзің демалады прям. Бұл туралы да мен келесі уақытта айтатын боламын. Қош сау болыңыздар.